Ассалаумалейкум достар, сендермен мен Эркешбек достар. Бүгінгі видеода мен сендерге телефонда Free Fire қатса қалай оны фикс етуге болатынын көрсететін боламын. Телефонға қату көптеген адамдарда сол проблема бар. Ол проблемадан құтылу үшін мен сендерге бүгін екі способ айтатын боламын. Бірінші способты уже көптеріңіз білетін шығарсыздар, екінші способ достар 100% істейді. Бірінші способта енді істейді, но ол уже көп адамдарда істемейді. Ал достар, енді видеоны до конца қараймыз. Енді достар, осы видео сіздерге ұнап, өзім бір көмегім сіздерге тигізсем, арна жазып лайк басып комментарий қалдырып кететін боламыз. Ал біз видеоны бастаймыз. Ал достар, біздің бірінші способымыз ол өздеріңіз білетіндей смайл түсірген способ. Ол способта смайл өзі былай айтқан болатын, что осы телефоныңызды, памятті освободить етесіз, что телефон ішінде көп затты удалить етесіз, анау. Және достар, ол способ шынымен де жұмыс істейді, но ол көп адамда жұмыс істемейді. Өйткені мысалы көп адамның телефоны прям чересчур слабый болады да, кәдімгідей, что памятті аттау ішінде тым жоқ болмайды, тек Free Fire өзі болса да қатып кете беретін сондай кейбір телефондар болады енді. Ал достар, яғни сол бірінші способ, сіздер өздеріңіздің ішіндегі фотография бүкіл өзіңізге керек емес заттардың барлығын удалить етесіз максимум. Артық бір ойындар, өзіңіз ойнамайтын, бір сақтап қоятын ойындар бүкіл удалить етіп тастайсыздар. Және достар, ойынға кірер алдым, мысалға каждый адам мысалы енді ойнар алдым бір жарты сағат, жарайды 1 сағат, 2 сағат, мысалы енді әр адам әрқалай Free Fire ойнайды ол уақытта. И достар, сіздер каткаға кірер алдын мен сіздерге видео инструкция тақып қоямын. Сол видео инструкцияға қарап достар, сіздер озуды очистить ойнаңыздар. Озуды очистить етсеңіздер достар, сіздердің телефоныңызда кішкене производительность көбейеді и және де кішкене ойындар қатпайды, яғни 100%. Озу дейтініміз ол мысалға телефонды көп напрягать ететін зат, мысалға телефонды производительностін сол көбінесе сол озу жинап алып тұрады өзіне. Достар, бірінші способымыз мінекей осы. Ал достар, екінші инструкция ол достар, сіздер телефоныңызға прошивка істейсіздер. Прошивка деген не деп сұрасаңыздар, ол прошивка деген телефон ішінде прям бүкіл затты жоқ қылады. Телефон ішінде сіздің данные, мысалы жүрген ойындар, өздеріңіз таппай жүрген бір файлдар бүкіл жауып кетеді ол телефонда. Және де олардың бәрін сақтап қалу үшін сіздер өздеріңізге CD картаға немесе достарыңызға, мысалға артық бір суреттеріңіз сондай болса, достарыңызға бір шеттерге жіберіп тұрып өзіңіз солай жинайсыздар. Достар, осы способ маған өте қатты көмектескен болатын. Мен телефоным Samsung A30 нормальный телефон болса да, даже менде телефон ішінде прям лишний заттар көбейіп кеткен соң бәрін каждый удалить етіп отырып жақпа. Мен алдында прошивка істедім де, және де телефоным прям өте жақсы істеп тұр, барлығы қатпайды. Ішінде почти телефон өзі ноп-ноп болып кетеді сол кезде. И достар, солай өздеріңіздің телефондарыңызды прям четко істей аласыздар. Телефондарыңыз өте прям әдемі, очень барлығы дерс болып тұрады. Бірақ мен сіздерге прям уәде бере алмаймын, что телефон ноп-ноп болып кетеді дегенде прям зарядкасы барлығы жай кетеді, ол телефон өзіне байланысты, телефон өзінің ішіндегі батарейканың солардың производительностьтеріне байланысты. Қазір мен сіздерге достар экранға барлық видеоурокты көрсететін боламын, қалай соткаға прошивка істеу керек екенін. Мінекей достар, осылай телефон настройкасына кіреміз, және де ассот түсіре бергенде, мысалы менде Samsung'та мінекей осы ассот түсіреміз, и достар, міне общий настройки дегенде сброс дейтін зат бар. Міне соны басамыз, и міне қараңыздар достар, астында сброс деп тұр. Сбросты басқаннан кейін сброс данныхты басамыз да, и ассот кішкене түсіргеннен кейін осындай көк нүкте шығады. Міне сброс деген, осы сброс деген нүктені басамыз, и сіздің телефоныңызда бүкіл зат автоматически жойылатын болады. Вот достар, бүгінгі біздің видеомыз аяқталды. Достар, осы видеоны көргендер үшін сіздерге көп рахмет. Ана жазып лайк басып комментарий қалдырып кетеміз. Және достар, видеоның качествосына, микрофонға онша қатты мән бермей қойыңыздар. Достар, бұл менің ең алғашқы видеоролигім. Болашақта барлығын дұрыстаймын, барлығы ойшымызым болатын болады. Сіздерге осы видеомен кішкене болсын көмегімді тигізмеген ойдамын. Ал енді достар, алғашқы видеоларда кездескенше, сәттілік, амандықта жүздескенше, давайте.